Армысыздар, құрметті пайдаланушылар. 24 желтоқсан Ұлы Отан соғысына қатысушы, Кеңес одағының батыры, панфиловшы, Мәскеу шайқасына қатысушы, белгілі қазақ жазушысы Бауыржан Момышұлының туғанына 110 жыл. Батырлық, адалдық және қайсарлық Бауыржан Момышұлын халық қаһарманына айналдырды. Патриотизмнің жоғарғы рухы, шешім қабылдаудағы батылдық, тәртіптілік, даналық пен әдептілік оның жеке басын сипаттайды. Бауыржан Момышұлы, сын казахской земли, видный полководец, народный герой, известный казахский писатель, патриот, пример воинской и творческой доблести. Земля сотрясается от ненависти, ожесточения, злобы. Устоять перед натиском грубой силы, преодолеть цинизм и равнодушие, остаться верными высоким нравственным ценностям, обрести душевное равновесие, веру в себя, в будущее, помогают нам книги. Писатель, как никто другой, обладает удивительной способностью даже в самых неблагоприятных обстоятельствах заменить, показать так необходимые нам проблески доброты, бескорыстия и самопожертвования в сердцах людей. Творчество Бауыржана Момышұлы и сама его жизнь – лучшее тому доказательство. Как он воевал, каким человеком был сам на фронте, мы узнаем из книг, написанных самим Бауыржаном Момышұлы. Жазушының бұл жинағына бұрын жарық көрмеген Курляндия майданы повесі, история одной ночи әңгімесі мен «Не говори это, сделай я» деген пьесасы енгізіліп отыр. Москва түбіндегі сұрапыл соғыстың ауыртпалығы мен қиыншылықтарын шығармаға арқау ете отырып, автор өзінің басынан өткізген күрделі оқиғаларды оқырманға шебер баяндайды. Бауыржан Момышұлының музей-апа әңгімелері жинағына өмірінің әр кезеңінде жазылған әңгімелері еніп отыр. Олардың кейбіреулері бұрын жарық көрген. Өмірінің қилы кезеңдерінің қызықты тұстарына шолу жасай отырып, асқан шеберлікпен білгендері қағаз бетіне түсіріп, оқырманмен ой бөліседі. Бауыржан қаламынан туындаған өлең жырлар батырдың өмірбаяны мен шығармашылық өмір жолын өлеңмен өрнектеумен құнды. Оның өлеңдерінің негізгі ерекшелігі ойға құрылуында жатыр. Сондықтан батырдың өлеңдерін түгел жинастырып, өзі жинақтаған терме толғаулары мен мақал-мәтелдерін оқырман қауымға ұсынып отырмыз. Наша семья. В эту книгу вошли повести и рассказы народного героя не только о военных событиях, но и о своей жизни. Правдивость и документальность истории сложно переоценить. Бауыржан Момышұлы подробно описывает детство, бабушку и отца. Книга в 1976 году получила государственную премию Казахской ССР. Генерал Панфилов. Книга посвящена боевому соратнику, легендарному генералу Ивану Васильевичу Панфилову и боевому пути 8-й гвардейской стрелковой дивизии, носящей имя полководца. Честность, прямота, глубокое понимание смысла совершавшихся событий характеризуют страницы воспоминаний Бауыржана Момышұлы. Имя гвардии полковника Бауыржана Момышұлы известно не только в Казахстане, но и далеко за ее пределами. Богатство и счастье Бауыржана в том, что он любил свой казахский народ, любил нежно, горячо, требовательно. Он боролся против невежества и лицемерия, и все его творчество было обращено к молодежи. Он писал: «Мне не безразлично, какими станут наши юноши и девушки, какими путями пойдут они по жизни». Если вас заинтересовали книги Бауыржана Момышұлы, мы будем рады увидеть вас в библиотеке.